Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге мал байлау арнасы. Бүгін сіздерге алдыңғы видеода сіздерге көрсеткен сары дөненді осы кешегі базар сатып, орнына осы биені сатып алдым. Сатып алғанда басына бас айырбас жасадық. Өте арық бие, бірақ етін туралап аламыз. Әлі укол-муколын салып, бір-екі айдан көресіздер, өзгерсін. Еркек құлыны бар қасында. Бие жас деп айтамайым, кәрілеу бие, бірақ сауғанға болады. Жаңа саудық азынан бері қарай 2-3 рет нормальный сүт беріп тұр. Алды тағы семірген соң тағы көбейетін шығар. Қазір 1,5 ожау жем жеп тұр. Жарты ожау арпа, жарты ожау арпа, 1 ожау кебек. Құлынға да бердім, кішкене 2-3 белайдай бұл да жеп қойды. Бие де жеп атыр. Осы биені осы аптада алдым. Ал осы жерде тұрған, менің тұрақты подписчиктерім біледі, осы жерде тұрған қара биені, оны да атқа айырбастап алдық. Кеше барлығы айырбас болды. Кеше сары дөненді, қазір осы жерде суретін көрсетіп қоямын, егер де көрмегендер болса. Осы сары дөненді апарып базарға осы биеге айырбастап алдық. Және үйдегі тұрған бірінші тума қара биені атқа айырбастап алдық. Дөненге жорға дөнен екен, кеше көрдік. Қазір ол дөненді сиырға мініп кетті. Келген соң түсіріп, кешке бір монтаждап салатын болам. Мынау алдыңғы видеоларда көріп жүрген еріні салбырапқан, астыңғы нерві кетті деп айтып жүрген бием. Уже еті нормальный болып қалды, көріп тұрсаңыздар. Алдыңғы ең бірінші әкелген кезде осы биені түсіріп салған болатын. Соны қазір көріп салыстырсаңыздар болады. Еті одан бері әжептәуір өсіп нормальный болып қалды. Ал мынау осы биенің қолына бұл да нормальный өсіп жатыр. Ал мынау достар, осыдан 3-4 апта бұрын базардан келген бием, келгенде өте арық етін, келген кезде YouTube'ға видеоға түсіріп салған болатын. Сол кезде көп адамдар комментарийға арамы сатып алсаң арық екен деп айтып жатқан. Қазір еті әжептәуір өсті, сүті де нормальный көбейіп келе жатыр. Мынау алдыңғы видеода көрсеткен, алдыңғы базар келген дөненім. 2-3 күн, 4-5 күн қатарына міндік сиырға. Бүгін демалыста тұр. Кеше базардан келген дөненді бүгін мініп кетті. Кешке келген соң сол дөненді көрсететін болам. Мынау дөнен бүгін демалыста тұр. Міне достар, кеше базардан келген дөненім осы. Кеше кешкісін түсіре алмадым, қараңғы болып кетті. Қазір азанда түсіріп жатырмын. Қазір сағат 6-лар шамасы. Қазір сиырға мініп кетейін деп тұр. Осы дөнен биеге айырбастап болған. Бірінші тума биеге, құлынды биеге айырбастап әкелді. Кеше базарда тұяқтары нормальный, бірақ үшін сәл алу керек екен. Алдына болса алдыңғы видеода көрсеткен, алдыңғы базар келген дөнен бүгін бұл демалады. 4-5 күн қатарына мінілді. Достар, сіздерге барлығын дұрыстап түсіндіріп берейін. Көп адамдар дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Қалай алдың, өзіне өп кетті деп комментарийға жазуы мүмкін. Дәл осы биені кеше мен алдыңғы видеода сары дөненімді базарға апарамын деген болатынмын. Сол кезде апардым базарға. Сол кезде бір адамдар келіп, осы ақ биені баспа-бас ауыстырасың ба деп айтқан, бізге айтты. Яғни сосын бізге бір шетінен бие керек болды, және үйдегі қара бие сүті аз болып, емшегінің, яғни үрпесінің тесігі тар болып, сауғанға ыңғайсыз болып жүрген. Сондықтан біз айырбастадық. Және де үйде тұрған бірінші тума биені осы тұрған атқа, ауылдағы бір адамға айырбастап алдық. Яғни биені сары атқа айырбастадық, ал мынау тұрған дөненді болса бірінші тума қара биеге айырбастадық. Барлығы баспа-бас айырбасталды, ешқандай үстеме ақша қосылған жоқ. Достар, мен сіздерге өзімнің екінші арнамды ұсынбақшымын. Үй жағдайында түрлі қолдан тренажерлар жасау, штанга жасау, түрлі жаттығулар,
салмагы азайып көбөйетін гантель жасау, үй жағдайында қолдан гир жасау деген сынды тақырыптағы видеоларға қызықсаңыз, онда төмендегі сілтеме бойынша және бірінші комментарийдағы сілтеме бойынша өтіп, екінші арнама жазылуларыңызды сұраймын. Олай болса достар, менің видеом өз соңына келіп жетті. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға жазылып, қазақ тілді арнаны қолдай отырыңыздар. Алда тағы пайдалы әрі қызықты видеолар болады. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.